Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен құймақты торт пісіру рецептімен бөлісемін. Екі жұмыртқаның үстіне 3 ас қасық қант салып араластырамыз. Бір шымшым тұз қосамыз. «600 мл сүт құямыз. 45 мл май құямыз. Жарты шай қасық ас содасын саламыз. Және 350 грамм ұнды біртіндеп қосамыз. Үстінен 250 мл қайнаған су құямыз. Массамыз сұйық болады. Құймақтарды пісіреміз. Он бір құймақ шықты. Кремі үшін 300 грамм қаймаққа 100 грамм қант, 150 грамм сүзбелі ірімшік қосып араластырамыз. Қаймақтың 20%-ын қолданған дұрыс. Әр құймақтың үстіне кремді жағып шығамыз. Торттың үстіңгі қабатына какао сеуіп шығамыз. Тортымызды мұздатқышқа 1 сағатқа қалдырамыз. Тортымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.